WebMoney'ден қалай вмз толтырамыз? Біз бірінші пополнить деп Exchanger Money мен ақша салатын боламыз. Біз салғанда вывод на карту таңдаймыз біріншісінде. Сонда WebMoney кошелегімізге Қазақстан теңгесінен вмз сатып аламыз. Бұл үшін бізде қанша ақша бар, соны жазамыз сатып алу үшін. Мысалы 5000 дейік. 5000-ға қанша вмз келеді? 12 вмз келеді екен. Продажада 12-де 56 болады екен. Себебі бұл екеуінде разница болады. Бірінші сатып алғанымызда аз болады. Себебі біз Қазақстан теңгесін береміз оларға. Ал екіншісінде өзіңізде вмз болса, сіз сатасыз оларға. Басқа адамдарға сатасыз. Біз қазір ең төбесіндегі біріншісін алатын боламыз. Дайын заявкаларды сатып аламыз. Сатып алғанда көріп шығасыздар. Формальный ма, формальный емес па? Бұл үшін купить дейміз, сатып алу үшін. Біз вмз сатып алып жатырмыз. Не да дейсіздер. Кейін сіздер осы картасын үстіне бассаңыздар, копировать етіледі. Соны алып, каспилеріңізге қоясыздар. Переводы дегенге другого банка деп қоясыздар. Қойып оларға отправить еткеннен кейін подтверждение бересіздер. Мына жерінде подтверждение дегенді басасыздар. Подтвердить етіп, сіздерге 10 минутпен 1 сағаттың ішінде вмз түседі. Оны қай жерден көреміз? Сіздерге сообщение болып келеді. Главныйды. Сообщение болып шығып тұрады. Мына жерде шығып тұрады. Кейін чаты деген жерге кіресіздер. Осы жерінде тұрады. вмз сатып алғаннан кейін Alipay'ге салсаңыздар болады.